Қымбатты телекөрермен, бүгінгі студиямыздың қонағы облыстық төтенше жағдайлар департаменті номері 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі Данияр Ерболатұлы келіп отыр студиямызға. Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Олай болса сұхбатқа көшсек, құтқарушылар негізі өмірі қауіп қатерге толы, өткені күн сайын түрлі оқиғалардың ортасынан шығасыздар, қаншама адам өміріне араша түсесіздер. Біздегі есеп бойынша, берілген мәлімет бойынша, жыл сайын 2000-нен астам адам құтқарылады екен. Жалпы енді осы жақын арада, осы сіз құтқарушы ретінде өзіңіз бір үлкен отбасын аман алып қалған екенсіз өрттен. Ол үшін сізге арнайы осы жылы мереке қарсаңында арнайы осындай сыйлық награда берілген екен. Жалпы енді бұл салада еңбек етіп келе жатқаныңызға қанша жыл болды? Бұл салада еңбек етіп келе жатқаныма бір 12 жылдан асты. 2008 жылдан бастап осы өртке қарсы қызметіне жұмысқа кірдім. Шүкір, үйрендік, үйретті, оқыттық, әйтеуір жақсы қазір. Ал қазіргі өзіңіз жұмыс істеп жатқан бірінші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімшесінде қанша жылдан бері еңбек етесіз? Бірінші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде 1 жылдан астам бөлімше командирі болып тағайындалдым. Бұған дейін екінші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде аға өрт сөндіруші құтқарушы лауазымында 10 жылдан астам жұмыс атқардым. Қымбатты көрермен, біз сіздерге таныс болу үшін айта өтейік. 19 қазан құтқарушылар күні, сондықтан біз бүгін студиямызға қонақ шақырып отырмыз, және де осы мереке қарсаңында Данияр Ерболатұлы өзі арнайы төтенше жағдайдың алдын алу және жою жөніндегі үздік қызмет көрсеткен үшін арнайы наградамен марапатталған. Сол үшін студиямызда бүгін сұхбаттасып отырмыз. Енді Данияр Ерболатұлы, жалпы осы награданы алардан бұрын сіз осы жылы бір отбасын аман алып қалдыңыз өрттен. Сол оқиғаға кішкене тоқталайықшы, ол қалай болды, қашан болды? 12 маусым күні түнгі сағат 12:59 шамасында Ақмешіт мөлтек ауданы 31-ші көп қабатты үй өртеніп жатыр деп хабарлама түсті. Хабарлама бойынша бір негізгі және бір арнайы өрт сөндіру автокөліктермен оқиға орнына бардым. Оқиға орнына барғаннан кейін ең алғашқы бізде барлау деген болады. Барлау жұмыстары жүргізу барысында 5-ші қабаттың толық қою түтінмен, қара түтінмен шығып жатқанын байқадым. Және 5-ші қабатқа көтерілу барлау жұмыстарының барысында электрощитовой өртеніп жатқанын байқадым подъезде. Ол көп қабатты және жатақхана болғаннан кейін бір подъезде 10-нан астам үй болады. Сол қиындық туындаған мәселелер, щитовой өртеніп жатқасын біз уақытылы сумен оны өшіре алмаймыз, су бере алмаймыз уақытылы. Арнайы қызметкерлер келу керек, электрсеттің қызметкерлері келіп, тоқты өшіріп бізге қолхат жазып береді. Содан кейін барып біз отты сөндіре аламыз. Оған дейін біз іште байқағанымыздай адамдар қалып қойғанын байқадық. Іште шыға алмай қалған өз еркісімен, өйткені именно не щитовой өртеніп жатқаннан кейін, щитовой дәл кішкентай ғана есік, сол подъездің түбінде ғана екен. Сол жерден техника қауіпсіздігін сақтай отырып, адамдарды және 10-нан астам газ баллондарды алып шықтық. Енді жалпы сіздердің қызметтеріңізде, осы жұмыстарыңызда ең біріншіден сабырлық, байсалдылық таныту керек. Сосын тез, шыдамдылық және тез шешім қабылдау керек. Енді осы тұрғыда осы жаңағы өзін-өзі жігерлендіріп, байсалдылыққа танытып, салқынқандылық танытып, оның барлығы осындай процесті көріп тұрған кезде қалай орын алады? Ондай мәселелер бізде ондай өз ойым болмау керек. Ең бірінші шыдамдылық керек, төзімділік. Өрт сөндіру өте оңай, бір ат үсті жүретін нәрсе емес. Біздің салада адам құтқару деген өте оңай емес. Өртте ол қай кезде болмасын, мысалы жаздың күні, болмаса қыс мезгілінде ол өрт сөндіру деген өте оңай сала емес, өйткені 10 жылдан астам жұмыс істеп жатқансыз, осы салада жұмыс атқарып жатқасын ба, көптеген қиындықтардан өттік. Сол себепті өз ойым, жеке ойым жетіп ойлаймын.
Сіздердің салаларыңызда әрбір минут маңызды, иә? Әрине. Енді жаңа өзіңіз қиындықтар болады деп жатырсыз ғой, сол осы 10 жыл қызмет атқарған кезде бір есте қаларлықтай бір оқиға, қиыншылық болған кез бар ма? Соны бір еске түсіріңізші. Бар. Талдарал ауылы өртенген. Осыдан бір 7-8 жыл бұрын. Сол кезде шамалы қиыншылықтар болды. Өйткені ауыл толығымен қою қара түтінде болды. Сол кезде ауыл тұрғындарына өз басым жеке бір риза болғаным, барлық жағынан көмек атқарып, және өртті сөндіруге, соны жоюға кәдімгідей атсалысты. Одан бөлек тағы да қаншама өрттер бар, нелер бар, оның барлығы бір есте сақтай беретін, бір болмаса бір не қыла беретін, ондай не емеспіз, әйтеуір. Яғни жұмысымызды атқарып, күнделікті әйтеуір жұмысымызды атқарып, адал атқаруға тырысамыз. Енді жалпы сіздерде жыл сайын түрлі оқу жаттығулары орын алып тұрады. Әр мезгілде өзіндік бір жаттығулар, арнайы оқу жаттығулары болады. Түрлі оқу, өздеріңіз білімдеріңізді жетілдіріп тұрасыздар. Енді жақын арада қандай да оқу жаттығулар болды ма? Жақын арада қазір карантин уақытысында біз бұза алмаймыз карантин уақытысын. Оқу жаттығу бөлімде болып тұрады. Бөлімде оқу жаттығу сабақтарымыз бар, бізде де өтіп отыратын. Қазіргі таңда бөлімде өткізіп отырық. Бұған дейін енді карантин жабылмай тұрған кездерде әрбір мекемелерде оқу жаттығулары болып тұрады. Мысалы, балабақшаларда, мектептерде, адам көп шоғырланатын жерлерде қалай өрт сөндіру керек, қалай не қылу керек деген секілді оқу жаттығулар болып тұрады негізі. Енді жалпы облыста 902 осы салада жұмыс істейтін қызметкер бар екен. Ал сіздердің бөлімдеріңізде қанша құтқарушы жұмыс жасайды? Біздің бөлімде қазіргі таңда 57 қызметкер бар. 57 қызметкер, оның ішінде 16 өрт сөндіруші, 4 бөлімше командирі және жүргізуші қызметкерлерде жұмыс атқарады. Енді жалпы осы құтқарушы мамандығы бір жағынан өзінің өміріне де, яғни құтқарушының өміріне де қауіп төндіреді, кез келген жағдайда, өйткені күнделікті әртүрлі жағдай болады, қиын сәттер болады. Өзі де сол оқиғаның ортасына түсіп қалатын кезең болады. Енді сондай уақыттарда сіздерге қиыншылық туындайтыны барлығына белгілі. Ал енді осы мамандыққа сұраныс қазіргі таңда қаншалықты жоғары? Жастар осы мамандыққа көп сұранысқа немесе сіздерге оқуға, оқу жаттығуына қызығып келушілер бар ма? Әрине, қызығушылық ол бала кезден пайда болу керек. Ең бірінші қызығушылық керек біздің салаға. Және жаңа жоғарыда айтып өткендей, төзімділік, ең бірінші төзімділік. Сол және қызығушылық, Қызылорда Көкшетау техникалық институты бар бізде. Көкшетау қаласында орналасқан. Сол оқу орынға 11-ші сынып бітіргеннен кейін оқу орынға түсуге болады. Енді жалпы сіз жаңа айтып отырсыз ғой, бала кезден басталу керек қызығушылық деп осы салаға. Енді сізде бұл салаға деген қызығушылық қай кезеңде басталды? Сол бала кезден басталды. Мен өзім туған ағам осы өрт сөндіру саласында жұмыс істейді. Қазірде жұмыс істеп отыр. Сол кісіден басталды былайша қызығушылық. Оның алдында бір мектеп оқып жүрген кезімде 5-ші класстарда ма, сол кездерде мектеп оқып жүрген кезімізде дәл сол мектептің түбінде бір гараж өртенген болатын. Сол кезде бір өрт сөндірушілердің келіп іс-әрекетіне біз 3-ші этаждан қарап тұрдық. Сол кезде бала болып терезеден қарап тұрдық. Сол кезде іс-әрекеттеріне бір қызығушылықпен дәл сол кездерден басталды деп айтсам да болады. Өрт сөндіруші болуға қызығушылық. Яғни бала кезден осы салаға қызығушылық танытып, қазір осы салада еңбек етіп жүрсіз. Енді жалпы өзіңіздің осы тәжірибеңіздің арқасында қанша жылдық, қанша адамның өмірін аман алып қала алдыңыз? Бір әттеген-ай деген сәттер болады ма? Немесе болды ма осы уақытқа дейін? Әттеген-ай деген сәттер болған емес, болмай та қойсын. Оны
бір мақтаныш дей алмаса бір неме есептемеймін, өйткені біз өз жеке ойым мынандай санамайды екенмін, мынандай адамды алып қалдым, мынандай нәрсені бүйттім деп, болмаса бір сөйттім, ол мен үшін бір мақтаныш сияқты болып көрінеді, мақтаныш сияқты болып өзім ойым сондай болып ойлаймын өз басым. Сол себепті күнделікті жауынгерлік кезекшілікке түскен кезде тек қана жұмыс, адалдық, тәртіп болды. Данияр Ерболатұлы, енді студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Наградаңыз құтты болсын, да биік жетістіктерден көріне беріңіз. Енді кейінгі уақыттарда осы өңірде осы өрт оқиғасы жиілеп кетті. Бұл жерде енді тұрғындардың да салғырттығы бар секілді, өткені үй жағдайларында, сарайлардың түрлі өртенуі біз өзіміздің де күнделікті осы жаңалықтарда оқып біліп жүрміз. Енді бұл жағдайларда сіздердің тараптарыңыздан алдын алу шаралары, үгіт насихат жұмыстары көптеп жасалып жатқанын да білеміз. Енді осындайын алдын алу мақсатында бір тұрғындарға өзіңіздің айтар ойыңыз бар ма? Тұрғындарға айтар ойым ең бірінші кішкентай балаларды үйге жалғыз қалдырмаса екен деймін. Ең бірінші мәселе сол. Өйткені ол бала болғаннан кейін оның ойында не бар екенін де біз білмейміз. Өйткені кішкентай сол жас балаларды біз әйтеуір болашағымыз ғой біздің, соларды әйтеуір үйінде жалғыз қалдырмаса екен. Және де кейбір кезде бір от газ жағып қойып тамақ істеп жатып магазинге жүгіріп барып қайтайын деген сондай сәттер көп болады. Сондай сәттерден басталады. Сосын жаңа ұялы телефондарды немесе телевизорлерді қосып кету, сондай мәселелерден көп өрт шығады. Кішкентай ғана назар аудармайтын нәрседен үлкен оқиға орын алады. Сондықтан сақтық шараларын сақтану керек. Қымбатты көрермен, бүгін біздің студиямызда болған облыстық төтенше жағдайлар департаментінің номері 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі Данияр Ибраев. Студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Алдағы күндерге сіздерге тек қана жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жұмыстарыңыздың жемісін көріп жүре беріңіздер. Ал қымбатты көрермен, біз бағдарламамызда одан әрмен керемет бейнебаяннен жалғайтын боламыз. Арнадан ауыспаңыздар.